Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының тілтанымдық мектептер алаңының кезекті семинары. Көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Сапарғали Омарбекұлының 95 жылдығына арналып отыр. Сапарғали Омарбекұлы Қызылорда қаласында 1927 жылдың 15 қаңтарында дүниеге келген. Ғалымды замандастары тектінің тұяғы дейді. Олай бағалаудың себебі ғалымның бабасы Жанайдар Кенесары ханның оң қолы болған батыр екен. Атасы Мейрам Қажа, Жанайдар баласы, Алашқа атайгүлі тұлға, ақын болған. Әкесі Омарбек болыс болып ел билеген үшін жер аударылып, саяси қуғын-сүргінге ұшыраған. Анасы Гүлсайран, арғы бабасы Айшуақ ханнан тарайтын жан төрендер әулетінен болған. Сапарғали Омарбекұлының балалық шағы зобалаң жылдармен тұспа-тұс келді. Ата-анасы қуғынға ұшырап, жер аударылуына байланысты Қызылорда қаласынан Қостанай өңіріне ауысқан. Содан ғалымның жастық шағы Торғай даласында өтеді. Албар Бөгет орта мектебін тамамдаған соң 1943-45 жылдары Албар Бөгет ауыл кеңесінің хатшысы болып қызмет жасайды. 1945-1946 жылдары Қарақоға бастауыш мектебінде мұғалім болады. Ал 1946-48 жылдары Қостанай облысының Меңдіқара қазақ педагогтық училищесінде оқиды. 1948-50 жылдары Торғай ауданындағы Ақсуат 7 жылдық мектебінде оқу ісінің меңгерушісі болады. Оқуын жалғастыру үшін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түседі. Оны үздік бітіріп, 1956 жылы Қазақ СССР ғылым академиясының тіл әдебиет институтының аспирантурасына қабылданады. Мұнда оған академик Нығымет Сауранбаев жетекшілік етеді. Шәкіртінің қазақ диалектологиясы саласында маманданғанын қалап, Маңғыстау өлкесін мекендейтін қазақтардың жергілікті сөз қолданысын, ерекшеліктерін зерттеуге кеңес береді. Бірақ жетекшісі Нығымет Сауранбаев қайтыс болып, жұмысына қазақ тіл білімінің көшбасындағы ірі ғалым Ісмет Кеңесбаевтың жетекшілігімен қазақ тілінің Маңғыстау говоры атты тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғап шығады. Ал 1988 жылы қазақ диалектілерінің консонантизмін ариалдық тұрғыдан тектес тілдермен салыстыра зерттеу тақырыбында докторлық диссертациясын қорғайды. 1963 жылы Тіл білімі институты қайта құрылған жылдары осы институттың ғалым хатшысы қызметіне тағайындалады. Академияның хабаршы, хабарлар журналдарының редактор қызметтерін атқарады. Ғалым академиядағы жарты ғасырға жуық ғұмырында кіші, жетекші, бас ғылыми қызметкер ретінде жемісті еңбек етеді. Сапарғали Омарбекұлы еңбектерінің көбі қазақ диалектологиясына арналады. Қазақтың ауызекі сөйлеу тіліндегі жергілікті ерекшеліктер деп аталатын еңбегі нақты бір аймақ тұрғындарының өзіндік ерекшеліктері зерттелген қазақ тіл біліміндегі тұңғыш монография болады. Ғалымның қазақ этносының сөйлеу тілінде сақталған небір көне ескіліктерінен, туыстас түркі тілдермен ортақ дыбыстық жүйесінен, тарихи және тілтанымдық құнды мәлімет беретін, халықтық тіліміздегі тектес тілдермен ортақ құбылыстар, ауызекі тіліміздің дыбыстық жүйесі атты еңбектерінде айқын көрініс табады. Халықтық тіліміздегі дыбыстық жүйесінде байқалатын белгілердің таралу аясын анықтауға арналған география фонетических различий казахской речи деп аталатын лингво-географиялық еңбегі қазақ тіл біліміне әкелген тағы бір тұңғыш монографиялық еңбек болып саналады. Ғалым 1969 жылы әзірленген бір томдық
Кейінгі жылдары көп томдық диалектологиялық сөздіктердің негізгі авторларының бірі болды. Ғалымның қазақ тілі біліміне қосқан басты жаңалығы әріптесі диалектолог ғалым Оқаз Нақысбековпен бірлесіп әзірлеген қазақ тілінің кіші лингвистикалық атласы. Бұл атласта әр өлкенің жергілікті халқының тіліндегі шекаралық мәні бар фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құбылыстар іріктеліп, картаға түсірілген еді. Атласта Қазақстан Республикасы аумағынан тыс, таяу шетелдерде тұратын қазақ диаспорасы өкілдерінің тілі де қамтылды. Осы еңбек үшін ғалым Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы ғылым қоры грантының иегері атанды. Неге осы сапарға қалса саламен өмірінің аяғына шейін, соңына шейін осы диалектологиямен шұғылданды. Тілдің тарихымен байланыстырды. Ол тілмен байланыстырғанның тағы бір ерекшелігі ол фонетика жағын дәлдеп беруі. Міне осы фонетикалық ерекшелігі біздің фонетист ғалымдар оның білімін жоғары бағалап еді. Соның бірі жақсы еңбек жазған ол туралы осы қарындасымыз Зейнеп болды. Зейнеп жақсы еңбек шықты. Сол Сапарғалидың дыбыстық жағына зерттеген еңбегін бағалаған. Неке осында көп салалы жағын дұрыс деді. Сәбекеңнің осы еңбектерді зерттеумен байланысты сол ғалымдар сол диалекті бөлімде Шора Самғалиев бастап, Оқаз бар, Сарыбаев бар, Секең бар, барлығы диалектологиялық сөздік шығарды. 3 мәртебе шығарды сөздіктер. Осы сөздікке Сапарғали басына қатысып, жақсы жұмыс орындады. Сапарғалидың осыда бір орындаған мықты жолы мынау карта жасады. Диалектологиялық карта. Әр сөзді қалай айтылады. Қазақстан Республикасы сол жұмысқа белсенді кірісіп, ол еңбектерді жарық көрген еді. Осы жағымен жақсы білемін. Әсіресе оның соңғы кезде 1988 жылы шығарған аймақтық сөздіктегі бешіне кіріскен еңбегі де жұртқа белгілі. Сол авторлардың бірі ретінде жақсы жұмыс істеп кетті. Еңбектерің жасын, осындай ағаларды құрметтеп, ағаларыңызды сыйлап отырған сендерге рахмет, бәрілеріңе жастарың ұзақ болсын, ғылымда табыстап болыңдар. Сапарғали Омарбекұлы қазақ тіл білімінің басқа да салаларына атсалысып келген ғалым, әсіресе ерекше ықылас қойып зерттеген қазақ тілінің грамматикасы, лексикография салалары, үлкен қазақша-орысша сөздіктің құрастырушыларының бірі болды. Баспасөз беттерінде ғалымның 200-ден астам ғылыми мақалалары, қазақ әдеби тілінің тарихы, түркология, лексикография, лексикология, этнотопонимика, орфография мәселелеріне де арналады. Зерттеушінің Санкт-Петербург университетінің түлегі, Орхон Енисей жазбаларының білгірі Наменхановтан көне түркі және араб жазуларынан білім алғандығын жазбаларынан көруге болады. Ғылым жолында бірге жүрген әріптестері ғалымның жоғары мәдениетті, асқан парасатты, сөзге шешен, керемет стилист, публицист болғандығында мақтанышпен айтады. Ол кісі жазуға өте шебер болатын. Әдеби тілде жазғанда оған басқамыз жете алмайтын едік. Әсіресе институттың директоры Смет Кеңесбаев өзі сондай сөзге шешен, жазуға да сондай шебер болса да, өзінің жазғанын Сапекеңе бір қаратып алады. Ғалым өз ғұмырының әр жылдарында ұстаздық қызметпен де айналысып келді. 1993-2003 жылдары Қайнар университетінің профессоры болды. Жастарды ғылыми жұмыстарына басшылық ету ісінде де қомақты үлес қосқан ғалым ұстаз еді. Ағай маған Қарақалпақстанда тұратын қазақтардың тілін зерттеуге берді. Ол қалай болады ағай дегенде, ағай бұл үшін Қарақалпақстанға барып керек жоқ. Осы Алматының маңайында да, Шамалған станциясында Қарақалпақстаннан көшіп келген біраз қазақтар бар.
сен соларға барып сұхбат жүргізіп кел деді. Содан мен қулық жасап кітапханаға барып, осы бойынша зерттелген материалдарды қарап, ішінен сөздерді жинап ағайға алып келіп едім. Ағайым оны бірден байқап қойды да, сен ортаға бармаған екенсің, негізінен ортаға бару керек, түсіну керек, сезіну керек деп, енді ана Шамалған станциясын қашып көріп отырсаң, мынау шаңырақ маңайына да біраз сол Қарақалпақстаннан келген қазақтар қоныстанған, солардың арасына барып сұхбат жүргізіп кел деді. Мынау ғылымға деген кіріспе дейміз ба, жоқ, алғашқы қадамымызды ағай осылай бастап берген еді. Жергілікті ерекшеліктерді тізіп, жазып, ағайға алып кеп бергенінде ағай ерекше қуанды. Міне Бауыржан, жұмыс осылай жүреді. Ғылым деген осы, кітапханада отырып бітірмейді. Диалектологияның өзінің бір ерекшелігі осында. Ол ортаға барып, материал жинап, сұхбат жүргізіп, осылай жалғастыру керек деп айтты. Сапарғали Омарбекұлының жетекшілігімен кандидаттық диссертация қорғаған шәкірттері баршылық. Олар өздерінің ғылыми еңбектерінде ұстаздары ұстанған ғылыми жолдың бағыттарын жалғастырып келеді. Ғалым қазақ диалектологиясын шырқауға көтерген ғалым болумен қатар, кеудесі көмбірлеген күйге толы дарын иесі еді. Ғалымның күйшілігін ерекше бағалаған профессор Өмірзақ Айтбаев «Жан серігім домбыра» деген тақырыпта мақала жазып, 1964 жылы үн таспаға жазылып алынған материалдарынан музыкалық хабар дайындайды. Сапарғали Омарбекұлы көрнекті ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендияның иегері. Сұрапыл соғыс жылдары 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысының ерен еңбегі үшін соғыс ардагері медальдарымен марапатталған. Ғалымның отбасы да зиялы жандарға толы. Жұбайы Руда мен бір ұл, 3 қыз тәрбиеледі. Ұлы Сейілбек, қыздары Зәуреш, Айман, Шолпан. Айман Сапарғали қызы ғылым кандидаты. Әкесінің ғылымдағы жолын жалғастырып келеді. Біздің әкеміз Сапарғали Омарбеков біз үшін өте дана, мінсіз адам болған. Әкеміз қашан болса да адал, мейірімді, зиялы, білімді, мәдениеті жоғары кісі болған. Тіл білімі институты әкеміздің екінші үй сияқты болған. Ол кісі Сауранбаев пен Кенжібаевтың шәкірті болған. Әкеміз отанын сүйетін, қазақ тілін алға бастырып, сақтап қалу жолында көп еңбек сіңірген. Елінің беделді, сыйлы азаматы болды. Ол ғылым академиясын аялап, қорғаштап жүрген кісі еді. Студенттік шағымда әкеммен жыл сайын елге шыққан сапарларының біріне бірге бардым. Сонда білген, көрген адамдардың сөздерін магнитофонға жазып, айтқандарын нақтылап, қағазға жазып отырғанына куә болдым. Қазіргі тілмен айтқанда, тарихтан, хабар бар қариялардан интервью алу десе де болады. Біздің әкеміз ақпаратты жинап қана қоймай, терең зерттеуші ретінде жинаған ақпаратты жинақтарда, энциклопедияда жариялаған. Аталарының мұрасына арнады. Бұл кісі мақтан еткен аталарының қадірлі ұрпақ жалғастырушысы. Әкеміздің еңбегінің арқасында біз де аталарымызды әлі күнге дейін есте сақтап, мақтаныш етіп келеміз.
Қазақ тіл білімі тарихында өзіндік із қалдырған ірі ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Сапарғали Омарбекұлының өнегелі өмірі, ғылымдағы салған сара жолы уақыт өткен сайын айқындала түспек, бір тұтас дара тұлғасы биіктей бермек.